Бүгін 3 октябрь 2021 жыл, вторник ош, Жапалақ ұна базары. Біз бұл чығарышта мұна шол алдыңыздардағы тұрған семеркаларды, орусыналарды деп қоялы. Шол орусыналарды көрсетеміз. Арасында Нива, 07 Ладалардағы болады. Барын тартаңыз, бізменен чоғы болып тұрыңыздар. Бұл жерде өте жақша балда семерка 2010 жылғы 1.6 175 000 сом. Байланыш номері, 2 номері бар. Чалып тұрып сөйлесеңіздер болады. Дөңгелектер ұшыл. Ач көрелі. Мониторы бар екен бияқта. Задний камерасы көрсетеді бәке? Жоқ. Задний камерасы көрсетпейді. Состояниесі жақсы, 175 000 сом кеми бар дейді. Күміш түсті жақша балда семерка 2010 жылғы, көлемі 1.6 механика. 2 номері бар, байланыш үшін бас қанша отын? 270 000 сом. Состояниесі жақшы, басына жол бергідей көрініп тұрады. Күзуында жұмысы жоқ. Россиядан келген көк түсті семерка, номер учеттен шыққан емес, жыл 2010, 1.6 инжектор, механика 100 000 сом. Байланыш номері 707 82 53 40 деген номерде тұрады. 100 000 сом кеми бар, сөйлешеміз дейді. Жылы 2010 жылғы. Азыр өзіңіздер көргендейлі, артында крыласына біраз жұмыстары бар екен. Қалған жақтары жақшы. ВАЗ 2106 97 жылғы, көлемі 1.6 механика, басы 160 000 сом. Состояниясы жақшы дейді. Ола тұрғандар болса түш береміз дейді. Реалны оламын дегендер болса номерге чалсын дейді. Үшінің жанны дағы бір 06, өте жақша болды. Қанша олтады басы? 200 000 сом дейді, 95 жылғы, 1.5. Семерка транзит номерде, Россиядан учеттен шығармап келдіктер. Түсі қызыл түсті, 2005 жылғы, көлемі 1.6. Инжектордан ба? Инжектор. Карбюратор екен. Номері 550 20 83 деген номерде. Басы 200 000 сом кеми бар. Дағы бір өте жақша балда семерка ақ түсті. 2010 жылғы, көлемі 1.6 инжектор. Басы 250 000 сом кеми бар. 2 номері бар екен, чалып сөйлессе болады. Салыны. Күзуында бірді жерінде жұмысы жоқ, только айдаш керекті. Дөңгелектері қашқы. Күміш түсті дағы бері. Семерка 2011 жылғы, көлемі 1.6 инжектор, расход 7-8, басы 140 000 сом. Мотор коробкасы жақшы дейді. Байланыш үшін 2 номері бар. Чалып сөйлесеңіздер болады. Дөңгелектері жайқы. Дағы бір өте жақша балда семерканы өтетауыз. 2011 жылғы. Көлемі 1.6 инжектор, коробка механика, байланыш номері ұшу. Моторды көріп тұрасыздар, бұл жақта астынан дағы маяққан жері жоқ. Жақша балда екен. Басы 210 болды. 210 000 сом кеми, албетте емі бар, сөйлессе болады. Дағы бір ушын айлы семерка
көрсөтөбүз. 2010 жылкы көлөмү 1.6 инжектор, коробка механика, 240 000 сом, кеми бар, сүйлөшөбүз дейт. Семерка 2011 жылкы көлөмү 1.6, коробкасы механика, баасы 150 000 1000 сом кем айтып коюптур. Ээси бул жерде не жумуш бар мунун? Жумушу жок. Только айдаш керек. Только айдаш керек. Только айдаш керек дейт. 1.6 инжектор. Байланыш номери ушул номерге байланышка чыгасыздар. Салону. Бул жерде дагы бир өтө жакшы абалда Семерка 2012 жылкы көлөмү 1.6 инжектор, механика. Байланыш номери ушул 551 95 35 96 деген номерде турат. Азыр ээси буякта экен. Канча болот бас? 220 000 сом. Бизде тарткан жүгүлөрдүн баары эле ушундай цветте болуп калат. Эми болушунча аракет кылабыз башка түстөгү же болбосо ладаларды тартканы. 2010 жылкы Семерка 1.6 инжектор, механика, баасы 180 000 сом. Байланыш үчүн 2 номери бар. Ушул номерге байланышка чыгып сүйлөшсөңүздөр болот. Анын жанында бул жерде Лада. Лададан көрсөтүп кетебиз. Россиядан келген. Кыргызстан учетуна коюлган. Ээси биякта. Баасы канча болот? Баасы 130 000 сом. 2006 жылкы 1.6 механика. Дагы бир кызыл түстө Семерка, ушундай титан дискада турат. 2001 жылкы көлөмү 1.6. Баасы 95 000 сом, кеми бар, сүйлөшөбүз дейт. Кузуунда жумушу жок экен. Только айдаш керек дейт. 2001 жылкы. Кызыл түстө дагы бир арзан маада Семерка чыкты. 2007 жылкы көлөмү 1.6, коробка механика, баасы 70 000 сом, кеми бар. Бул 1.6 инжектор да ба? 1.7 инжектор. Канчалык болот? Боло турган баасы. Боло турган баасы ошол? 70 000. 70 000 сом болчу дейт. 70 000 сом. 76 жылкы 06 жүгүлү 1.5 объем простой мотор, коробкасы механика, 50 000 сом, кеми бар. Алам дегендер болсо сүйлөшөбүз дейт. Ладаны көрсөтөбүз. 2007 жылкы 1.5 механика. Обмен бар экен, 2 номери бар. Баасы 120 000 сом. Кеми бар, сүйлөшсө болот. Артында спойлер дагы бар экен. Эми биз бул жактагы Ниваларды дагы көрсөтөлү. Жол тандабас тоо талапка издеген көрүүчүлөрүбүз болуш керек. 2000 жылы чыккан 1.7 карбюратор да бар. 1.7 карбюраторбу? 140 000 сом, 2 номери бар. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Анын жанында универсал Нива газ, бензин, газ дагы бар экен. Запаскасы бар. Негизи өзүнүн дөңгөлөктөрү титан дискада. 2008 жылкы көлөмү 1.7, коробкасы механика, байланыш номери 707 56 34 24 деген номерде. Баасы канча болот? 280 да атабыз. 280 газ бензин экен бу. Канчалык болот эми боло турганы, колго тие турганы? 250 000 сом
болот дейт. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул жерде Chevrolet Niva 2011 жылкы көлөмү 1.8, коробка механика 300 000 сом. Байланыш номери 771 37 54 67. Бул жерде достор дагы бир жакшы абалда 2016 жылкы Niva 1.7 объем, инжектор, коробкасы механика, байланыш номери 556 00 69 19 деген номерде. Дөңгөлөктөрү жайкы, состояниесі жакшы. Азыр эси ичинде экен. Канча алдат басы? Bası 550. 550 000 сом дейт. Кеми бар.